Саламатсыздар ма балалар? Бізде математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ішкі жиын. Сабақтың мақсаты сандар жиынының ішкі жиындарын элементтердің берілген немесе оқушылардың өздері анықтаған қасиеттері бойынша құру. Жиын дегеніміз нысандардың бірге топтасуын айтады. Жиынның элементі деп жиынның жекеше нысанын айтады. Бос жиын деп құрамында бірде-бір элементі жоқ жиынды айтады. Әмбебап жиын деп қарастырылған барлық қолданылатын элементтер жиынын айтады. Балалар, суретке назар аударамыз. Мұнда суретте неше түрлі бейнелер берілген. Олардың қасиеттеріне қарай қалай топтастыруға болады. Мұнда киімдер және ауа райы құбылыстары берілген. Яғни бұл қима суреттерден екі жиын құрастыруға болады. Ауа райындағы құбылыстар және киімдер. Ендеше суретке назар аударамыз. Жасыл шеңберде барлық балалар саны берілген. Ал сары шеңберде осы балалардың ішіндегі оқушылар берілген. Ал күлгін түсте осы оқушылардың ішіндегі 3-ші сыныптар оқушылары бейнеленген. Яғни оқушылар және 3-ші сыныптар балалар жиынының ішкі жиыны. Ал 3-ші сыныптар оқушылар жиынының ішкі жиыны. Егер Б жиынының әрбір элементі А жиынына да тиісті болса, онда Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп аталады. Яғни А жиынына Б жиыны тиісті. Б жиыны А жиынының ішкі жиыны. Мысалы, А жиынында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сандары орналасқан болса, Б жиынында 2, 4, 6 сандары орналасқан. Б жиынының әрбір элементі А жиынына тиісті. Белгіленуі бойынша Б жиыны А жиынының ішкі жиыны деп оқылады. Тапсырма. Бізде Эйлер дөңгелегінің екі жиыны берілген. А жиыны және Б жиыны. Төменде дескриптор бар. Әрбір жиынға атау берулеріңіз керек. Ол жиындардың ортақ қасиетін анықтауларыңыз керек. Жиындардың қалай бейнеленетінін көрсету керек. Тапсырманы орындап болсақ, А жиынында жұп сандар жиыны, Б жиынында сандар жиыны. А жиыны Б жиынының ішкі жиыны. Яғни Б жиынында А жиынының элементтері кездеседі. Балалар, олай болса, келесі тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде балалар өрнектер берілген. Әрбір өрнектің мәнін табу керек. Суретте бейнеленген көріністің ретін анықтайсыңдар. Тапсырманы орындауға сіздерге уақыт беріледі. Тапсырманы орындап болсақ, тексереміз. Суретке назар аударайық. Бұл жерде су айналымы бейнеленген. Яғни су бу күйінде, су күйінде көрсетілген. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде бірнеше заттардың суреттері бар. Қарағай, шағала, сазан, құмырсқа, түлкі, мұзтау, өзен, керік, қызғалдақ. Осы аталған заттардың барлығын өсімдіктер жиынына аттарын жазамыз, жануарлардың жиынына аттарын жазамыз және бұл жиынға қатысты емес заттардың атын жазамыз. Тапсырманы орындаймыз.
Бүгін біз сабақта жиын туралы, жиынның ішкі жиыны туралы таныстық. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Үйге 34-ші беттегі 4-ші тапсырма.